Қайырлы күн достар. Мына қазір мен сіздерге көрсететін Nissan Sefiro 97 жылғы екі объемдық. Міне Sefiro состояниесі жақсы. Бұрын өзі иесі 1.600.000-ге алдық дейді. Царапина енді жоқ, шіріген жерлер. Мына жер шіріген бар екен енді кішкене. Қараңыз. От. Міне. Мынандай шіріген жерлер бар. Ал ходовка жағын осы жақында ғана ауыстырған алды. Полный ходовка ауыстырған ғой. Қалған жер мотор бәрі зыңдай ғой. Мына шіріген жер, осы жерлер бар. Есіктері керемет, жабылады, ашылады. Қазір көрсетемін сіздерге. Ал жағын, фар жағын келсек, фары жолға жақсы түседі екен. Жолда керемет көрінеді. Міне екі объем. Так. Дөңгелектер титанкісімен конкретно мынау. Міне титанкісімен царапина. Почти машинада царапина жоқ қой. Шірген жерлер ғана болмаса жаңағыдай кішкентай. Көзге міне мына жақта тағы да бар кішкентай ғана. Салонды көрсетейік сіздерге. Салон міне. Салон мынандай. Салон енді зыңдай. Әйел адам айдаған. Ұқыпты, жұмысқа барады, келет болды. Так, міне осылай Nissan Sefiro. Ішін көрсетейік жүріңіздер. Ішін көрейік. Мінеки мотор пробегіне келсек, пробегі міне 355 мың. Пробег жүрген. Ручник жалпы бәрі істеп тұр. Автомат көріп тұрғандарыңыздағыдай, міне салон іші енді тап-таза. Бәрі электропакет полный мынау. Комплектация, полный комплектация ғой мына Sefiro. Бұл сатылады екен мына машина. 1.700.000 деп тұр қазір бұл машинаның сатылу бағасы. Егер алам деп қызықсыңыздар, ойларыңыз болса, мінекей керемет машина екен енді. 97 жылға екі объем Sefiro. Қазір данный момент вложение керек емес. Отырасыз, айдайсыз, кете бересіз дейді. Полный электропакет. Nissan Sefiro міне. Багажникті көрікші, багажникті аш. Багажникті ашып көрсетейін өз. Міне багажникті көрсетейік. Міне багажник. Багажникті де орын бар. Осылай багажник үлкендеу, кең. Іші таза ұсталған бір жақсы. Новыйсы. Міне достар, осылай міне Nissan Sefiro 97 жылға. Состояниесі жақсы екен. Көріп тұрғаныңыздан бір-екі шірік бар жаңағы жердегі. Дворник міне бәрі істейді екен. Бәрі жер істеп тұр. Бензин, газ жоқ. Ходовка жақында ауыстырылған дейді. Қалған жер амортизаторлары ауыстырылған дейді. Қалған моторы бәрі өзі жақсы дейді. Состояниесі. Обслуживание әйел адам айдағасын жұмысқа барып келеді қана ғой, мұғалім өзі. Жұмысқа барады, келеді, ал қалған күндері үйде тұрады мұны. Егер алатын осындай ойларыңыз болса, өзіңіздің пікіріңізді астына қарай жазып кетіңіздер. Келесі видео шыққанша осы каналға жазылып алуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше сау сәлеметте болыңыздар.